Бүгін Травентин үстінде отырмыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша тағы да контент түсіретін болам. Қазақ контентінде қазақ арнасы дамысын десеңіздер, лайк басып, комментарий жазып, білмегендеріңізді сұрап отырыңыздар. Бізде қазір штукатурканың сыртына өзінің Травентиннің өзінің осындай грунтовкасы бар. Бізде ақсет болады. Травентиніміз сол себепті астыңғы грунтовкасын ақ боламыз. Шовда сондай ақ болып шығады. Ешқандай колер, эмульсия емес, колер емес, өзінің специальный грунтовкасы. Қасымызда постоянно әрине осындай Нұрлан бауырымыз мастер баса береді. Майонез бен нан болса болды, ұра береді. Іші осы воротаның сырты, іші қалай екен, қалай есептеп, қалай скотч тұру керек, қалай не істеу керек екендігін барлығын көрсететін боламын видеодан алыстамай до конца көрулеріңізді сұраймын. Осылай барлығын астына грунтовкасын жағып алдық. Енді есептеп сызып шығатын боламыз. Қалай есептейміз? Биіктігін көреміз. Мысалы 225 шығып жатыр, 225-ті енді бөлеміз. Анандай линияларды мысалға қанша қыламыз? 30 қыламыз ба? 30-дан бастап көреміз. Егер де қалтық шықпаса, значит азайта береміз. Либо болмаса көбейтеміз. Біз азайтқан кезде 28 болып қалды. 28-ге енді ол майда болып қалды. Одан көбейтіп едік, қалтық 37-ге барды. 37 қалтықсыз шықты, сонда төбеден жіңішке либо болмаса астан жіңішке түс қалмайды. Оның үстінен төбесінен сәл-сәл қисықтары бар екен. Сондайларды білінбей кету үшін 37 қылдық. Осы жағы міне осындай 37-ден сызып шықтық. 28-ден көбедік. Кішкентай түсті. Ол да, в принципе, ол да болады. Просто осылай 37 ұнады. Осылай скотчтарына жапсырып шығамыз барлығын сүземізді. Сосын бетіне Травентинімізді жапшамыз. Осылай стенаға жағып аламыз. Жағып валикпен қатайды етеміз. Стенаның фактурасы осылай шығу керек валикпен. Одан кейін артын тексереді. Валикті уровеньде ұстау мақсат па, Нұрлан? Иә. Ол үшін бірінші өзің уровеньде тұрың керексің ба? Сондай ма? Кесіп кеткен. Сөзі валиктің өзі шығара береді. Валиктің өзі шығара береді. Валикті ұстап самбады өзі жүре береді. Үрленетін валик па мынау? Үрленетін. Вакуумный, не поролоновый валик. Үрленетін валик. Бұл жер мынандай. Өзі шығара береді. Стенасы қатты қисық екен. Майда шүйделерін сосын кейінен турлап жібереміз. Осылай алдын скотч жабыстырып üstüne қарай жаға береміз.